Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айтолқын ханым. Кеш. Сабақты бастаймыз, эфирге қосыламыз. Қайырлы кеш. Бүгін сіздермен бірге уақытты жоспарлау тақырыбын қозғаймыз. Бұған дейін бірнеше тақырыптарды сіздермен бірге талқылап, сіздер үйреніп келе жатырсыздар, Қарсы пікірді жабу, жүз таныстар тізімін жазу, мен тарих айту, история айту, бизнес кездесу өткізу, және де адамдардың 4 типі, типология людей айттық, адамдардың 4 типі туралы сіздермен бірге уже бірнеше тақырыптар қозғап қойдық. Енді мен сабақтың барысында міндетті түрде сұраймын, қай тақырыпты пайдаланып жатырсыздар. Адамдардың типін, қандай типке жататын, қарсы пікірді жабу туралы бірнеше қарсы пікір жаздыңыздар ма? Жүз таныстар тізіміңіз бар ма? Презентация өтуді үйрендіңіз бе? Деген сияқты бірнеше сұрақтарым бар. Қайсысын игеріп, қайсысын жақсы меңгеріп жатырсыздар? Бүгін уақытты жоспарлау туралы өтеміз сіздермен. Тек қана күнді жоспарлауды ғана өтеміз бүгін сіздермен. Сіздерден маған кері байланыс. Қай тақырыптарды жақсы игердіңіздер, қайсысын пайдаланып жатырсыздар, қайсынан тіпті нәтиже көріп жатырсыздар. Біз талқылаған тақырыптардың барлығы осының ішіндегі осы сабақтарда. Кеш жарық. Қарлығаш ханым айтайын деп жатырсыз. Таныстар тізімін жазып алдыңыздар ма? Бөлуді үйрендіңіздер ма? Таныстар тізімін. Осы аптада қай бөлігімен жұмыс жасап жатырсыздар? Кеше, бүгін, осы аптаның 2 күні теплый кругпен жұмыс жасап жатырсыздар ма? Жоқ, холодныйды теплыйға айналдыруды жақсы үйрендіңіздер ма? Горячий кругпен жұмыс жасап жатырсыздар ма? Қарсы пікірдің қаншасын жауап аласыздар? Еркін қарсы пікірге жауап бере аласыздар ма? Бірнеше қарсы пікірді жабатын сұрақтың барлығының жауабын жазып алдыңыздар ма сіздер? Мен көбінесе теплый, холодный контактпен жұмыс жасадым. Қарсы пікір көбінесе желі бойынша жазғанда нетеді, сол кезде жауап беріп отырдым. Негізі қарсы пікірді деген немен бастап, келсе отырып, өз ойымды жаңағындай айтам, былай болған дұрыс. Түсіндірме жұмысын ғана жүргіземін. Солай түсіндірме жұмыс сияқты айтам өзде. Адамдардың типіне былай бөлген жоқпын, себебі холодный контакт болғандықтан мен ол кісілерге 3 минуттың ішінде қандай мүмкіндігі бар екенін, қандай тиімділігі бар екенін компанияның айтып үлгеріп отырмын. Сіздер микрофондағы өшіріп қойсаңыздар, сабақта сөйлемейтін болсаңыздар. Неге барлығыңыз қосып алғансыздар? Холодный контакттан тыс 2-3 теплый контакт болды менде. Ол кісілерге де жаңағы қатты былай араласып білмегендіктен шамалы көршілерім ғой енді. Өздеріне тиімді жағын айта отырып презентация жүргіздім. Холодный контактілер теплыйға айналдыруды үйреніңіздер. Теплыйға жай айналдырамыз. Байланыс орнату арқылы. Егерде барлығы холодный болса, холодныйдың барлығына бірдей ұсыныс айтсақ, презентация жасасақ, олар әлі бізде холодный. Холодныйлар бізді көп тыңдамайды, естеріңізде болсын. Поэтому холодныйды бірінші теплыйға айналдыруға тырысыңыздар. Сол кезде сіздерге оңай болады. Ұсынған кезде олар сізді қабылдайды. Сізді қабылдауға дайын тұр деген сөз ол. Жарай ма? Жақсы. Қарсы пікірді жазып жаттап алыңыздар. Ақшам жоқ десе не деп айтамын, бұл пирамида десе не деп айтамын, сетевой маған ұнамайды десе не деп айтамын, сен сияқты жүре алмаймын десе не деп айтамын деген. Барлық қарсы пікірді жазып жаттап алғанда сіздерге өте оңай болады. Шын айтам, жазып алыңыздар. Қарсы пікірге жауапты қалай жазудың барлығын көрсеттік, тек жазсаңыздар болғаны. Енді мен тарих айта алдыңыздар ма? Қалай жасап жатырсыздар солы? Мен тарих
Мен тарих айту өте керек еді бізге, білесіздер, иә? Мен тарихтың несін айтатын едік? Сатылмай тұрып сатылғың келсе, мен тарих айт дедім сіздерге. Жарай ма? Мен тарихтың шаблоны қандай еді? Қалай айтатын едік? Оқиға айтамыз. Сосын мықты қабілетіңізді айтасыз. Сосын барып жетістігімізді айтамыз. Сосын выгодасын айтамыз. Сосын қысқаша сол жерде презентация айтамыз. Иә? Содан кейін барып ұсынып бекітеміз. Иә? Мен тарих айтқанда. Ал бизнес кездесуде не істейтін едік? Бизнес кездесулерде. Біз сервисный клиенттердің барлығын горячий кругтерді бизнес кездесуге шақырамыз ғой. Не істейтін оларды бизнес кездесуге шақырғанда? Байланыс орнатамыз деді. 80% ол кісілер сөйлейміз. Қандай сұрақ қоямыз? Ашық сұрақ қоямыз. Сосын барып жабық сұрақ қоямыз. Сосын барып завершение жасаймыз. Ашық сұрақ дегеніңіз қандай сұрақтар еді? Ашық сұрақ қою арқылы ол кісінің ойын білеміз, пікірін білеміз. Ашық сұрақ қандай сұрақтар? Ашық сұрақ. Нені армандайсыз деп сұраймыз. Нені армандайсыз тағы? Немен айналысасыз? Немен айналысасыз? Толық жауап беруді талап ететін сұрақтар. Миллион табыс тауып отырсаңыз, не нәрсеге жұмсар едіңіз деп сұраймыз дедік. Иә, хорошо. Қандай көлемде ақша тапқыңыз келеді дегенде тоже. Иә, миллионер болған сізге ұнайды ма дегенде ашық сұрақ. Жабық сұрақ деген қандай сұрақ еді? Жабық сұрақтар. Иә, жоқ деп жауап беретіндер. Тек қана иә, жоқ деп жауап беретіндер. Бизнеспен айналысқың келе ма? Иә, жоқ. Сетевой бизнес ұнай ма, ұнамай ма деген сияқты. Біздер оларды тыңдау керекпіз. Тыңдап отырғанда нені білеміз? Типологиясын білеміз, иә? Қандай типтегі. Біз мысалға ол влияющий болса не ұсынамыз, басымдылық болса, доминирующий болса не ұсынамыз. Біз соны да дұрыс түсіну керекпіз, иә? Өйткені біздің жұмысымыз бизнес қарым-қатынас. Біздер адамдар туралы, біздің командамызға келетін, командамызға шақыратын, алдымызда отырған бизнес партнер жасайтын адам туралы біз толығырақ не істеуіміз керекпіз? Білу керекпіз. Сол кезде біз нәтижелі және оңай және результатты жұмыстарды жасаймыз. Жақсы. Жалпы сабақты оқығаннан кейін, алғаннан кейін пайдаланған кезде сіздерге барлығы оңайырақ болады. Егер пайдаланбасаңыздар алған білімдеріңізді, онда ұмытып кетесіздер кейін. Түсіндіңіздер ма? Бекермен қазіргі бөлген уақытыңыз, энергияңыздың барлығы бекермен кеткен есеп болады да. Түсіндіңіздер, иә? Сол үшін пайдаланамыз. Күнделікті практикада пайдаланыңыздар. Жалпы қазір жаңа жылдың алдында эмоциональный кездерде адамдардың презентация жасауды көбейтіңіздер. Сол кезде сіздерде тиімді команда құру жолдары болады. Бүгінгі тақырып уақытты жоспарлау тақырыбы сіздерге. Тек қана бүгін сіздермен таблица Эйзенхауэр ғана айтамыз, матрица. Уақытты жоспарлау туралы қысқаша бірінші уақыт дегеніміз не, сол туралы айтайық. Уақыт десе барлығымыз білеміз, иә? Уақыт ол біздің күніміз, біздің сағаттарымыз, біздің минуттарымыз, біздің секундтарымыз екен. Дұрыс па? Бірақ негізі адамдар үнемі уақытын жоспарламағаннан, өз уақытында өзінің маңызды жұмыстарын көрмегеннен, уақытын тиімді пайдаланбағаннан өмірлеріне өзгеріс келмей жатады. Мен үнемі айтам, адамдар бір күндік өмірін 100 жыл қайталап та өмір сүруі мүмкін. Немесе адамдар күнді күнге, бір күніне ұқсайды, тек қана сол әдетін күнделікті жасайтын әрекетімен өмірі өтуі де мүмкін. Білесіздер ма, адамдар өте көп не өткен шақта жүреді, не болашақта жүреді. Байқайсыздар ма? Өткен шақ деген не ол? Біздің бұрынғы, осыдан 5 жыл алдыңғы, 2 жыл алдыңғы, немесе бір апта, бір ай алдыңғы біздің ойларымыз. Адамдар сол өткен шақта көп жүреді, немесе болашақта жүреді. Құдай қаласа менде бәрі жақсы болады. Құдай қаласа жасаймын. Бір аптадан кейін әрекет жасаймын. 2 аптадан кейін точно жасаймын деп болашақта жүреді. Негізі бізге берілетін болашақ пен өткен шақтың арасындағы байланыстыратын алтын көпір, ол біздің қазіргі 24 сағатымыз ғана. Біз әсер ете алатын, біз ықпал ете алатын уақыт, ол қазіргі уақыт.
Біз өткенге де ықпал ете алмаймыз, немесе болашаққа да ықпал ете алмаймыз. Түсінесіздер ме? Біз неге ықпал ете аламыз? Қазіргі уақытқа ғана ықпал ете аламыз. Сол үшін біздің ең маңызды жоспарлайтын, ертеңгі күнімізге өзгеріс әкелетін уақытымыз ол қай уақыт екен? 24 сағатымыз ғана. Сол үшін бүгінгі күнді 24 сағатты жақсылап жоспарлау өте маңызды. Енді 24 сағатта қандай жұмыстармен айналысасыздар? Сіздер. Жиырма төрт сағатта қандай жұмыстармен айналысасыздар? Жоспарлау. Нені жоспарлайсыздар 24 сағатта? Нақты қандай әрекеттер болады 24 сағатыңызда? Жұмыс дейді Бота ханым. Неше сағат жұмыс жасайсыз Бота ханым? 9 сағат жұмыста отырасыздар. Хорошо. Неше сағат ұйықтайсыздар? 14 сағат. 8. 24 сағатты бөліңіздерші, уақытымыз қайда кетіп жатыр екен? Білесіздер ме, 24 сағатты уақытымыз қайда кетіп жатыр? Қанша сағат біз әрекеттеміз, қанша сағатты біз пайдаланамыз, сол сағаттар ғана біздің өмірімізге өзгеріс әкеледі. Мәселен, біздер 24 сағаттың 8 сағатын ұйықтаймыз, 8 сағатында жұмыс жасаймыз, қалған 3-4 сағатта тамақ жейміз, қалған 1 сағат балаларға уақыт арнаймыз. Бірақ айтамыз, мен күніге инкрузисте жұмыс жасап жатырмын, күніге бизнес жасап жатырмын дейсіз. Бірақ сіздің уақытыңызды бөлгенде, сіз инкрузиске 1 сағат қана уақыт бөлуіңіз мүмкін, немесе 1 жарты сағат. Оның қаншалықты пайдалы, қаншалықты содан сіздің командаңыз өсіп жатыр. Мен айтам, давайте уақытты жоспарлауда бірінші 24 сағаттарыңызды бөліңіздерші, қай уақытыңызды қайда жұмсап жатырсыздар. Оның ішінде сіздің өміріңізге өзгеріс әкелетін қандай қадамдарыңыз бар. Давайте біреуіміздің бір 24 сағатымызды бөлейікші. Кім 24 сағатын бөлісуге дайын? Мүмкіндік болса, Айтолқын ханым. 24 сағатта мен негізінен 4-ке бөліп жұмсаймын уақытымды. Таңертең сағат 3:35-те тұрамын. Содан сағат таңғы сағат 8-ге шейін қарақта, 8-де мен сабағым басталып кетеді. Соған дейінгі уақытты мен өзіме жұмсаймын. Одан кейін таңертең сағат 8-ден 3-ке дейінгі уақыт жұмысқа кетеді менде. Основной жұмысқа кетеді. Одан кейінгі уақытта кешкі ұйқы бар, негізінен 6 сағат ұйықтаймын. 5 сағат 9 кезінде жатамын ұйқыға. Негізінде сабақ маған бөгет болып жатыр, негізі 9-да мен жақсы ұйқыға жатып қалатынмын. Таңғы сағат. Қазірден 10-нан аса ұйықтап жатырсыз ба? Енді 11-де ұйықтауға тура келіп жатыр да. Себебі сабақты бітір айтып кетіп жатқанша. Одан кейінгі уақытымда жанұяма арнауға тырысамын. 5-6 сағатын. Негізі сол 24 сағатын 4-ке бөліп тұрамын. Хорошо. Жақсы. Тағы біреуіміз уақытымыз бөлейікші, сосын мен сіздерге таблица Эйзенхауэрді түсіндіремін, қалай 24 сағатты бөлуге болады. Рахмет сізге, Күлімхан ханым. 24 сағатымыз. Қайда кетіп жатыр біздің уақытымыз? Бөліспейміз ба? Сол 24 сағаттың уақытты бөле алмаймыз ғой біз. Мүлдем ба? Мүлдем бөле алмайсыз ба, Дархан мырза? Бөлуге тырысамыз, но бөлінбей жатыр ғой, соған дағдылану керек қой, жоспарлап. Иә, дұрыс айтасыз. Соған дағдылану керек, дұрыс айтып жатсыз. Біздің негізі өмірімізде берілген баға жетпес байлық, ең құнды дүние ол бізге берілген уақыт қана. Бізге берілген 24 сағат қана. Біздің наставник былай айтады да, әр таңда, тіпті мен осыны өзімнің оқу орталықта балаларға да айтам, әр түнгі 00 болады ғой, түнгі 00 болғанда, сендердің счеттарыңа $86,400 түседі дейді. Барлығыңызға түседі $86,400. Түнде 00 болады ғой, сағат 12:00-де.
келесі түнгі 00:12:00-ге дейін $86,400 жойылып кетеді. Не ол? Бізге берілген секунд $86,400 әр күні беріледі. Негізі бізге берілген ең құнды ресурс ол уақыт. Уақытымыз болса, біз мақсатымызға қарай жүре аламыз. Уақытымыз болса, біз жасай аламыз. Уақытымыз болса, біз әрекет ете аламыз. Бірақ адамдар бүгінгі берілген 24 сағаттың құнын білмейді. Шіркін-ай, кешегі күн осыдан 5 жыл бұрын күшті еді деп айтып отырады. Бірақ на самом деле оған бүгін тағы да баға жетпес байлық уақыт берілді. Немесе ертеңді айтады, Құдай қаласа, келесі жылы осын жасаймын. Немесе 1 аптадан кейін жасаймын. 2 аптадан кейін әрекетке көшемін дейді. Тағы да болашақта жүреді. Бірақ оның әрекет жасайтын, шешім қабылдайтын мүмкіндікті бүгін беріп тұр. Бізге баға жетпес байлық, ресурс, мүмкіндік ол бүгінгі берілген 24 сағат. Осыны ұмытпаңыздар. Егер де сіз 24 сағатыңызды дұрыс жоспарлай алатын болсаңыз, онда сіздің келесі айыңыз, келесі жылыңыз өте күшті бола бастайды, жемісті бола бастайды. Сол үшін 24 сағатты бөліп жоспарлау маңызды. Енді мына таблица Эйзенхауэрін бағаналы деп жазып жатсыздар ма? Мен байқап жатырмын, жазып жатсыздар. Бұл жерде біз жазып қойғанбыз. Маңызды, бірақ жедел емес деп қойғанбыз. Маңызды это важно, жедел это срочно. Қазір мен түсінбей қалатындарыңыз. Жарай ма? Маңызды, бірақ жедел емес. Уақытты таблица Эйзенхауэр. Матрицасы сіздерге бүгін осы туралы айтамын. Енді қараңыз, біздің өмірімізге не өзгеріс әкеледі? Біздің өмірімізге маңызды жұмыстар өзгеріс әкеледі. Қараңызшы, қандай маңызды жұмыстар болу керек біздің өмірімізде? Адамдар негізі үнемі жедел жұмыстармен жүреді. Жедел кредит төлеу керек, жедел бару керек, жедел сұрау керек, жедел бір жұмысты шешу керек, жедел кездесу керек, жедел постоянно срочно жұмыста жүреді. Срочно тамақ жасау керек, срочно қонақ күту керек, срочно тойға бару керек. Түсінесіздер ма? Постоянно жеделде жүреді. Бірақ біздің өмірімізге жедел жұмыстар өзгеріс әкелмейді. Жедел жұмыс күніге үй жинау, жедел жұмыс күніге тамақ пісіру, жедел жұмыс күніге шомылу, тіс жуу деген сияқты. Түсінесіздер ма? Енді қараңыздар, күніге тісіңізді жуғаннан сіз ақылды, білімді болып кетпейсіз ғой, бірақ денсаулығыңыз жақсарады. Түсінесіз ба? Это срочный жұмыстар. Давайте маңызды жұмыс деген не? Мен айтам, егер де сіз 24 сағатыңызды маңызды, ыңғайлы, өте тиімді, берекелі пайдаланғыңыз келсе, сіздің күніге жасайтын маңызды жұмыстарыңыз болсын. Ол қандай жұмыс? Мәселен, сіз егер де күніне 20 минуттан кітап оқысаңыз, бір айда анық, точно бір кітапты бітіресіз. Егер де сіз күніге 40 минуттан серуендейтін болсаңыз, нақты түрде сіздің денсаулығыңыз жақсарады. Егер де сіз күніге бір навыкты үйренем деп жүрсіз, мүмкін плавание, мүмкін скорочтение, мүмкін бір күшті ораторский искусство, күніге соғанда 1 сағат уақыт бөлетін болсаңыз, немесе 40 минут, жарты сағат, онда точно сол қабілетіңіз өседі. Күніге 1 сағат уақытыңызды отбасыңызға бөлетін болсаңыз, мәселен бала тәрбиесіне, отбасындағы бір қызықты жағдайларға, мысалы отырып ас ішу, немесе солармен талқылау, осыған бөлсеңіз де отбасындағы қарым-қатынасыңыз жақсарады. Түсінесіздер ма? Біз өмірімізде, біздің өмірімізге өзгеріс әкелетін маңызды жұмыстарға уақыт қалдырмаймыз. Біз жедел жұмыстармен жүреміз. Үнемі жедел жұмыстармен. Сіздің өміріңізде не маңызды? Денсаулығыңыз маңызды, отбасыңыз маңызды, сіздің табысыңыз маңызды, сіздің бизнесіңіз маңызды. Тағы не маңызды сіздің? Сіздің өзіңіздің дамуыңыз маңызды, Қаншалықты осы сіздің өміріңізде маңызды дүниелерге уақыт бөліп жүрсіздер? Егер де бір күнде сізде маңызды жұмысыңыз жоқ болып, үнемі жеделде жүретін болсаңыз, уже скоро сізде депрессия деген сөз. Біздер постоянно срочно, мысалы мақсаты жоқта азаннан кешке дейін жұмыс жасайды. Не істейтін сен кредит төлеуің керек дейді. 12 сағаты, мысалы, сол жұмысқа кетуі мүмкін. Это уже срочный жұмыс. Маңыздысының бәрі қалып баратыр. Өзінің дамуы, өзінің балаларға уақыт бөлуі, өзінің біліміне деген денсаулығына уақыт бөлінбейді.
маңызды жұмыс бізде жоқ, тек қана жедел жұмыстар басталады. Сол үшін бүгін уақытымызды жоспарлау барысында сіздер үшін не маңызды? Маңызды жұмыстарыңызды сол срочныйдың арасында жасап үйреніңіздер. Срочныйдың арасында. Тіпті мысалға бір нәрсені оқып жүрсіз, бір курс оқып жүрсіз, немесе бір кітапты оқығыңыз келіп жатыр, Мысалы, қазір аудиокнига дайын көп. Жолда кетіп баратып тыңдауға болады. Немесе таксиде кетіп баратып тыңдауға болады. Тағы сондай маңызды жұмыстың барлығын срочныйдың арасында жасау керек. Біздер маңызды жұмысты қоймаймыз, тек қана жеделмен жүреміз. Жеделмен жүргенде сіздің өміріңізге өзгеріс келмейді. Тек срочно. Уже сіздерде уақытты басқара алмай жатырсыздар. Тағы бір айта кететін жағдай. Егер де сіздер үнемі жедел жұмыстарды жасасаңыз, келесі жылы да тура сол деңгейде боласыз. Сіздің өміріңізге өзгеріс келмейді. Сіз өйткені өміріңізге өзгеріс әкелетін маңызды жұмыстармен айналысқан жоқсыздар. Жарай ма? Қазір 6 маңызды жұмыс жасаймын деп жазып қойыңыздар да, бірақ бірден 6 маңызды жұмыс жасай алмауларыңыз мүмкін. Өйткені ол сіздерге әдетті емес, непривычно. Сіздер мүмкін 2 маңызды жұмыстан бастаңыз. 3 маңызды жұмыстан бастаңыз. 4 маңызды жұмыстан бастаңыз. Сонда 6 маңызды жұмысқа бір күні жетесіздер. Мүмкін бір айда жетерсіз. Денсаулыққа қатысты бір маңызды жұмыс, бизнеске қатысты бір маңызды жұмыс, табысқа қатысты бір маңызды жұмыс, отбасыңызға қатысты бір маңызды жұмыс. Мысалы, бала тәрбиесіне қатысты да, мен өзім жасайтын лайфхактарым, енді өзім маңызды ғой менің балаларым. Мен бір кітап сатып алам да, бәрімізге бірдей, бір кітап. Мысалға, мышление туралы алу мүмкін, немесе басқа бір кітап әйтеуір. Соны біз бәріміз бірге оқимыз. Сосын мен чатта айтам, бүгін мен 5 бет оқыдым, түсінгенімді айтып жатырмын сендерге. Олар да айтады, это меға маңызды, мен жолда кетіп баратып айтам соны. Түсінатсыздар ма? Кім қалай түсінді? Олар айтады, былай дейді, мен былай түсіндім деп айтам. Тағы бизнеске қатысты маңызды жұмыстарым бар менің. Менің мысалы бизнеске қатысты маңызды командама разбор болу, командаға жағы нақты жоспар қою, оны да чатта жіберу, арасында оларға да мотивация айту, ол да маңызды, оны да солай жасау керек. Табысқа қатысты маңызды, денсаулығыңызға қатысты маңызды жұмыс. Азанғы уақытта мысалы серуендеуге болады, спортпен айналысу міндетті түрде. Жарай ма? Маңызды жұмыс қосамыз ба? Біздер үнемі жеделде жүреміз. Почти 90% адамдар срочныйда жүреді. Жедел бару керек, жедел шешу керек, жедел төлеу керек, жедел кездесу керек. Жедел. Мынандайда тағы маңызды жұмыс туралы айтайын. Негізі тісі ауыра бастаған. Тісіне бір кариес пайда болған да. Сөйтіп негізі ол маңызды да тұр еді. Бірақ ол барған жоқ оған. 3 айдан кейін ол тісі ісіп кетті. Уже қаяқ айналды? Срочныйға айналды. Срочно бармаса тісі түнімен ауырады, ұйықтамайды. Сол кезде барады. Бізде постоянно маңызды дүниелерді жасамаймыз. Мысалға, сіздің бизнесіңізде маңызды. Новичок әкелу керексіз, команда өсіру керексіз, маңызды да тұрды. Бірақ сіз онымен жұмыс жасаған жоқсыз. Жүрдіңіз, келесі айда істеймін, арғы айда істеймін. Сосын бір күні командаңызда құлдырау болып жатыр. Вообще командаңыз тарап баратыр. Уже ол срочныйға келді. Сіз срочно жұмыс жасайсыз, срочно іздейсіз уже, команда құра бастайсыз. Бізде постоянно негіз маңызды да тұрады, отбасы маңызды. Бірақ отбасына уақыт бөлмейсіз, бала тәрбиесіне уақыт жоқ, олардың дамуына уақыт жоқ, ақша бөлінбейді. Ол срочныйға айналады. Бір күні бала бұзықтық жасайды, бір нәрсе жасайды. Сол кезде срочный айналған кезде автоматты түрде сол жұмыспен айналысамыз. Түсіндіңіздер ме маңызды мен жеделдің айырмашылығын? Жақсы. Біздер үнемі срочно жүреміз, жарай ма? Дұрыс айтасыз. Маңыздыны аз жасаймыз. Енді маңызды бірақ жедел емес деген жерге өздеріңіздің 4-5 маңызды жұмыстарыңыз жазып қойыңыздар. Жедел бірақ маңызды емес деген бізде өте көп.
Мысалға біздің осы жедел бірақ маңызды емес та, но енді это тоже маңызды. Біздің именно біздің Шымкентте мен байқайтын, біз қар жауған кезде зимний баллон ауыстырады. На самом деле это важно. Бірақ ол срочный кезде ауыстырады да бізде. Срочно мысалға қыс болып отопление қосатын кезде трубаларын жөндеп жатады. Это уже срочно. Түсінесіздер ма? Тағы не бар? Ертең сіздерде конференция болайын деп жатқан кезде сол күн түнде презентация жаттайды ғой. Бірақ на самом деле оны одан алдын үйрену керек еді ол презентацияларды. Түсіндіңіздер ма? Маңызды жұмыстарды жасаған кезде сіздің срочный жұмыстарыңыз аз болады. Срочный жұмысыңыз аз болған кезде сізге қиын болмайды. Сіз тек маңыздымен айналысасыз. Маңызды бізде өзіңізге қатысты дүниелердің бәрі маңызды. Соны ұмытпаңыздаршы. Маңызды десе не істеймін мен, қандай маңызды жұмыс жасауым керек деп түсінбей жатады. Сіздерге қатысты дүние маңызды, денсаулығыңыз маңызды, білім маңызды, бәрі маңызды. Мысалы, орыс тілін үйренгісі келсе де күніге 5 сөзден жаттаса, ағылшын тілін үйренгісі келсе 5 сөзден жаттаса деген сияқты да. Вот маңыздыларға солай аз уақыт бөлсеңіз де күніге маңызды жұмысыңыз болсын. Срочный жұмыс біздің өмірімізде ешқашан тоқтамайды. Осыны ұмытпаңыздар. Бітпейді деп айтамын мен. Ситуация ол біздегі жедел жұмыстар. Бүгін қанша маңызды жұмыс жасадыңыздар? Қанша жедел жасадыңыздар? Айтыңызшы, Қарлығаш ханым. Микрофон. Болды ма? Шықты ма дауысым? Иә, болды. Иә, шықты. Бүгінгі мендегі маңызды жұмысым, таңертең мен ерте тұрам. 5-те мен 45 минут жүріп келем. Өзім үшін, өз денсаулығы үшін маңызды. Себебі январда менде ана BBS-қа барайын деп отырмын, чтоб жеңіл жүріп, денсаулығым мықты болсын деп күнделікті өзім үшін жасаймын. Ол маңызды мен үшін. Намазын оқимын, мотивация, Аллаға шүкіршілігімді, тәубемді айтам. Ол да мен үшін маңызды. Өзім үшін маңызды. Бизнеске қатысты маңызды қадам. Бизнеске қатысты маңызды аса енді көп емес, бірақ та жасап айтам. Мен енді қазір ана холодныйды теплыйға айландырыңыздар деп жатырсыз. Басында менде қате істегем ғой, сразу анандай жұмыс, мынандай ақша төлейсің деп. Сөйтсем олай айтуға болмайды. Сіз кеше айттыңыз ғой, тарихты айтыңыздар. Содан бастап ары қарай жалғастырып презентацияларыңыз жүргізесіздер деп. Сонан менді жаздым, мен тарихты. Ол менде 1,5 бет болып шықты. Енді бизнеске қатысты бүгін маңызды жұмыс жасап жатырмыз ғой. Қазір сағат 9-дан отырмыз білімге. Білімге отырмын. Одан кейін 2,5 сағатта, енді 2,5 болмаса да 2 сағат мен таныстарыммен бағана 100 таныспен байланыс сұрап сөйлесіп айтамын. Соны айтамын. Жақсы. Соны жасаймын. Ана қорқытпай, себебі ол менің өз басымнан өткен, сондықтан соны деген ана мәдениетті түрде жеткізуге тырсам. Аса ана добивать етпеңіздер деп айтып жатыр. Бүгін таңертең сабақ түсуде бір сабақтарда болдық, не добивать деп. Сол жұмыстарды істеп жатырмын. Ішімде кішкене қорқыныштар да бар. Қорқынышта келеді, ол кезде айтам, оңымды деген тоқтату керек, мына жүрегімді тыңдауым керек. Мен өз пайдамды емес, мен ана кісіге, клиентіме пайдалы екендігін жеткізуім керек деп, сол жағына қарай ойлайсам. Хорошо. Қарлығаш ханым, мен байқаватырмын, сіз неше кітап оқып жатсыз ба? Иә, кітап оқимын міндетті түрде. 20-25 минут өзім үшін кітап оқимын. Мен өз шет тілі маманы болғасын, француз тілін қайталап қоямын. Неміс тілін себеп деген менің саяхатыма маңызды керек. Өзім айтып, өзім жеткізу үшін. Сондай жұмыстарды атқарамын. Жақсы, күшті, қуаныштымын. Бірнеше маңызды жұмысыңыз бар екен. Қуаныштымын. Маңызды жұмыс болғанда өмірімізге өзгеріс тез келеді. Маңызды жұмысымыз болмаған кезде біз күнделікті қайталап жүре береміз. Ханым, біреуіңіз телефонды өшіріп қой, микрофондарыңызды өшіріңіздер, сөйлемесеңіздер. Потому что сіздердің дауыстарыңыз осы жаққа естіледі. Жарай ма?
Кеттік енді. Жедел дегенді түсіндірем. Жедел біздің өмірімізде қайталана беретін не? Тек қана күніге қайталанатын жұмыстар. Жедел жұмыс бізде тоқтамайды. Егер де сіз жедел жұмысты маңызды жұмыс десеңіз, онда қателесесіз. Постоянно жеделдің арасында өміріңізге өзгеріс әкелетін маңызды жұмыстарыңыз болсын. Енді мен сіздерге мына үшінші бөлігін түсіндіргім келеді. Жедел және маңызды. Білесіздер ма? Өте көп адамдар маңызды жұмыстарды жасамаған кезде, мысалға команда маңызды, бизнесті дамыту маңызды. Командада бір 50 адамы бар, онымен мүлдем жұмыс жасамайды. Команданы өсіргісі келмейді, но бірақ табыс тапқысы келеді. Маңызды жұмыспен айналыспайды. Содан бір күні ол жерде жедел жұмыс басталады. Өйткені командада бір лидерлер өсіп жатыр. Өзі байқамай лидер өсіп қалды. Сосын лидер өскесін ол уже жедел, өзін барып командаға таныстырғысы келеді. Команданы тағы өсіргісі келеді. Бірақ тағы да осы жерде маңызды жұмыс жасамаған кезде жедел және маңызды деген графаға түсіп кетеді. Жедел және маңызды деген бөлік өте қауіпті бөлік деп айтсам болады. Біздерде мысалы жедел және маңызды жұмыс командасы құлап жатыр, қашып кетейін деп жатыр, тарайын деп жатыр жағдайға жеткізу и важный, и срочный. Ол кезде тез әрекет, тез шешім шығару өте маңызды. Егер де жедел және маңызды бөлікке түсіп кетсе, онда ол мүлдем маңыздыны да, маңызды екенін де түсінбей, әбден асқындырып алды деген сөз. Тағы бір бөлігін айтайын енді, осыны түсіндіру үшін. Мәселен, сіздің бір асқазаныңыз жай ауырып жүрді. Ол маңызды еді. Бірақ сіз уақыт бөлмедіңіз. Бір күні приступ бере бастады, уже жеделге түсті. Сол кезде бір-екі рет қарандыңыз да, сізге айтты, міндетті түрде емделу керек деді. Бірақ сіз келесіде емделем деп ауырғаны басылғасын емделмей қалдыңыз. Бір күні сізде қатты ауырып, уже анализіңіз дұрыс шықпаған кезде, уже сізде ол жедел и важный и срочныйға түсті. Сіз уже ол кезде бәрін тастап, ештеңкеге қарамай, өз денсаулығыңызбен айналысасыз. Түсіндіңіздер ма? Тура сол сияқты бала тәрбиесінде де. Балаңыз бір-екі рет бала тәрбиесінде, баламен жұмыс жасау, балаға уақыт бөлу маңызды еді. Бірақ сіз оған уақыт таппадыңыз, мен кредит төлеуім керек, басқаны істеуім керек деп жедел жұмыспен айналыстыңыз. Балаңыз бір-екі рет бұзықтық жасағанда ескерту жасалды. Сіз айттыңыз сол кезде, ей балам, дұрыс жүр деп бір-екі ескерту айттыңыз да баламен тағы айналыспадыңыз. Балаңыз екі есе бұзықтық жасағанда и жедел, и важный болды. Сол кезде сіз міндетті түрде баламен айналысасыз. Көрдіңіздер ма? Егер де сіздер маңызды жұмысты жасамаған кезде, біздің өмірімізде үнемі жедел жұмыстар бізді қысады. Жедел жұмыс и жедел, и важныйға түскенде мүлдем қысады. Білесіздер ма? Былай айтады адамдар, өзінің 24 сағатын өзі басқара алмаған кезде, 24 сағатты дұрыс жұмсай алмаған кезде, айтады, өмірі қиын дейді. Өмір әділетсіз, менің өмірімде осындай жағдай болып жатыр, менің өмірімде осылар болып жатыр деп айтады. Бірақ на самом деле ол басында өзінің өміріндегі маңызды жұмыстармен мүлде айналысқан жоқ. Сөйтіп оның барлығын ушықтырып, жеделге әкелді, жеделден де жедел и важный и срочныйға әкеліп қойды. Сол нәрсе бізде қиын. Түсіндіңіздер ма? Маңызды жұмыстарымыз көп болу керек негізі. Тіпті 6 емес 8 маңызды жұмыс жасауға да болады. Бірақ мен сіздерге жалпы стандартты 6 маңызды жұмысыңыз ешқашан да бітпей жасамай қалмаңыз. 6 маңызды жұмысты жасаңыз. Міндетті түрде. Мәселен айтады да, сен таңда жүру керексің, бірақ кеш тұрып қалдың, кеш оянып қалдың. 5 минут болсын жүру керексің. Потому что ол сен үшін маңызды. Соны санаңа құйып ал. 5 минут болсын соған уақыт тап. Сен балаңмен бүгін сөйлесем, кездесем де уәде бердің ба, 5 минут болсын соған уақыт бөл. Ол сен үшін маңызды. Командаңа уәде бердіңіздер ма, командаларыңызға, бүгін мен сендерге маркетинг түсіндірем деп, бірақ аяқ астынан басқа бір жұмыс шығып қалды ма, тағы да 5 минут болсын міндетті түрде көңіл бөлу керек. Өйткені ол сіз үшін өте маңызды. Түсіндіңіздер ма? Егер де біздің 24 сағатымызды бөлгенде маңызды жұмыстарымызды жасамасақ, ол жеделден кейін и важный, и срочныйға түскенде бізге қиын болады.
так біз сол графада жүреді. Көп адамдар маңызды жедел, бүгін шешу керек, бүгін бару керек, бүгін жасау керек. Өйткені олар басында негізі маңызды да тұрды, бірақ олар оны жасаған жоқ. Оның маңызды екенін біле тұра, ертең жасаймын, ар күні жасаймын. Бүгін жаңа айтып отырмын ғой, біздің өміріміздегі, біздің қолымыздағы, біз басқара алатын, біз пайдаланатын уақыт ол бүгінгі 24 сағат қана. Ертеңгі уақыттың болатынын болмайтынын білмейсіз. Кешегі күн өтіп кетті, оны тағы да қайтара алмайсыз. Сол үшін 24 сағатыңызды дұрыс пайдаланыңыз, ертеңіңіз күшті болады. Не үшін мен сіздерге уақытты жоспарлауда тек 24 сағатты айтып жатырмын. Мысалы, басқа лидерлермен де сабақ болып жатыр, оларға тереңдетіліп өтіп жатыр. Ал қазір сіздер 24 сағатты басқарғанда айды жоспарлауды ары қарай үйренеміз. Жарай ма? Пока 24 сағаттарыңыз міндетті түрде маңызды жұмыстарыңыз болмай қалмасын. Жарай ма? Түсіндіңіздер ме? Өміріміздегі маңызды жұмыстың қаншалықты бізге әсер ететінін, қаншалықты 24 сағаттың бізге ықпал ететінін, себебі бар болғаны біздегі қолымыздағы бар 24 сағат қана ғой. Басқа жоқ қой бізде. Бізге ешқандай гарантия берген жоқ қой, 150 жыл жасайсың, міне саған сертификат, өзің білесің, 100 жыл ештеңе жасамай жүре бер, 50 жыл жасасаң болды деген жоқ қой ешкім. Иә? Поэтому әркімнің 24 сағатты дұрыс жоспарлау өте маңызды. Тіпті кешке сұраңыздар, мен бүгін неше маңызды жұмыс жасадым? Менің важный жұмысым болды ма, бүгін болған жоқ па? Өте көп адамдар соны сұрағанда байқайды, вообще важный жұмыспен айналыспағанын біледі. Ешқандай да маңызды емес. Өзіне не маңызды сізге? Жазыңыз да, қайсысын жасай алдыңыз? Жасай алмадыңыз ба, онда уақытыңызды дұрыс басқара алмадыңыз деген сөз. Ал енді келесі бөлікке көшейік. Маңызды да емес, жедел де емес деп тұр, көрдіңіздер ме? Айтолқын ханым, кешірерсіңіз. Жаңа 6 маңыздыны денсаулыққа, бизнеске, сосын жанұяға, сосын повторите еще раз, пожалуйста. Денсаулық. Давайте, сізге не маңызды, ханым? Сізге не маңызды? Ханым, мені тыңдаңызшы. Тыңдаңыз, сізге не маңызды? Денсаулық маңызды, табысыңыз маңызды, бизнесіңіз маңызды, отбасыңыз маңызды, иә? Тағы не маңызды сізге? Өзіңіздің дамуыңыз маңызды, иә? Біліміңіз маңызды. Осының барлығы маңызды ма? Әр қайсынан күніге бөлігінен жұмыс жасаңыз. Денсаулығыңыз маңызды ма? 20 минут серуендеңіз немесе спортпен айналысыңыз. Ну, примерно айтып жатырмын мен. Ол сіздің қалауыңыз. Отбасыңыз маңызды ма? Міндетті түрде уақыт бөліңіз, немесе отбасылық бір нәрсе ойлап табыңыздар, мысалға жасайтын күніге. Мен сияқты бір кітап оқысаңыз да болады, отбасы маңызды. Бизнесіңіз маңызды ма? Күніге бизнеске уақыт бөлесіз. Я, наверное, перестану пить кофе. Табыс маңызды ма? Табыс туралы. Мне что-то это колено начало болеть. Қыздар өшіреміз, егер сөйлемейтін неге микрофон қосып аласыздар? Попробуй эту конфету. Конфету потом будете просить. Выключите микрофон, пожалуйста. Маңызды жұмыстарыңызды, не маңызды соны жасаңыздар. Түсіндіңіз ба, ханым? Өзіңіз жазып алыңыз, сізге не маңызды? Түсінікті. Мысалы, бүйтеді, мен мынандай бар да, осы сетевой бизнесіне келеді. Бизнес маңызды ғой оған. Пока осы бизнесте жұмыс жасау керек. Анда кетеді, кешке дейін тек бизнес жасап жүреді. Анда барады, мында барады, одан болмай қалса тағы бір жерге барып презентация өтеді. Қараса кешкі сағат 9-8 болады. Үйіне келеді, балалар шағасына сәсен, тамақ жедіңдер ма, бәрі нормально ма, болды, ұйықтайды, азында тұрып қайттан бизнеске кетеді. Вообще-то негізі мен сетевой бизнесте жүретін өте көп ханымдарды білемін. Бірінші орынға бизнесті қояды. Негізі бірінші отбасы, одан кейін бар мансап. Осыны ұмытпаңыздар. Бірінші отбасы, сосын мансап, сосын карьера. Ал біз бірінші карьера, сосын отбасы дейміз. Ондай емес. Бірінші отбасы, сосын бар мансап. Осыны ұмытпаңыздар. Мен үнемі айтам, важные дела надо постоянно жасаңыздар. Вот сол кезде сіздерде уақыттарыңызды дұрыс жоспарлай аласыздар. Болды ма, сұраққа жауап бере алдым ба? Түсінікті ма? Рахмет. Кеттік енді. 4-ші графаға өтеміз. Маңызды да емес, жедел де емес. Көрдіңіздер, иә?
Не ол біздің өмірімізде маңызды да емес, жедел де емес деген бөлігі қандай бөлік ол? Маңызды да емес, жедел де емес. Қандай бөлік? Сериал көру маңызды емес, жедел емес. Сериал көру, Телефон қарау, телефон қарау, Инстаграм қарау, подружкаңмен сөйлесіп, ұрсып қалған, айтып тыңдап отыру, біреудің өмірін айту, тағы немен айналысу, тиктокта айналысу, Тұрсынбектің әйелімен ажырасып қайтып, соған үйленгенін тыңдап көріп отыру, мәселені айтып жатырмын. Олар барлығы біздің өмірімізде маңызды да емес, жедел де емес. Бірақ негізі адамдар айтады, мен ондайға уақыт арнамаймын, менің өмірімде маңызды да жедел де емес жұмыс жоқ дейді. Өтірік айтады. Бәрі сол бөлікте жүреді көбісі. Маңызды да емес, жедел де емес жұмыспен айналысады. Біреу екі подружка кездессе 2 сағат отырады. И не важно, и не срочно жұмыс жасауы мүмкін. Білесіздер ма? Немесе сондай уақыттар көп бізде. Дұрыс емес уақыттар, дұрыс емес пайдаланатын. И не важно, и не срочно да жүреміз. Маңызды да емес, жедел де еместе 24 сағатыңызды бөлсеңіз, маңызды да емес, жедел де еместен бір 4 сағатыңызды точно тауып аласыз ғой. Түсінесіз ба? 4 сағатыңыз сол жерден шығады. Телефондарыңызды сенбесеңіздер, апталық отчет дегенге қойып қойсаңыздар, бір аптада сізге отчетін беріп тұрады. Нені көрдіңіз? Ютубты 5 сағат, Инстаграмды 5 сағат деген сияқты. Сол кезде көресіз қаяққа қанша уақытыңызды жіберіп жатқаныңызды. Біздің өміріміздегі баға жетпес валюта ол уақыт. Осыны ұмытпаңыздар. Тағы бір статистика айтайын ба сіздерге? Жалпы адамдар дейді, өмірінде дейді адамдар. Статистика бойынша балаларына бір күнде, жалпы статистика бойынша балаларына бір күнде 16 минут қана уақыт бөледі екен. Жалпы адамдар. Бүкіл өмірінде, өмірінің әр күнінде статистика бойынша балаларына 16 минут уақыт бөледі екен. Ну, примерно 20 минут дейікші біз. Бірақ шын мәнінде қарап көрсеңіздер, шынымен де сондай. Сенбесеңіздер, уақыттарыңызды қарап көріңіздер. Тіпті өзіне бөлетін уақыты да аз. Бізде қазір мынандай жұмыс жасап жатырмыз да, карта мечты деген жасап жүрміз енді, біздің орталық жасатып жатыр. Сол кезде что я хочу деген жаздырамыз, мен не қалаймын деген. Сенесіздер ме, адамдар 3 А4 толтырып жазып жатыр ғой, что я хочу дегенде. Настолько өзімен өзі кездесіп, уақыт бөлмеген. Мен не қалаймын? Мен не қалаймын? Мен қайда бара жатырмын? Потому что бәрі қай деңгейде? Срочный деңгейінде жүреді. Жедел шешу керек, жедел бару керек, жедел әкелу керек. Енді түсіндіңіздер ма таблица Эйзенхауэрны? Жазып алдыңыздар ма? Жазып алыңыздар. Маңызды жұмыс, күніге маңызды жұмыстарыңыз болсын. 6 маңызды жұмыс деп жазып қойыңыздар. 6-ауын да жазып алыңыздар. Егер 6 маңызды жұмыс жасай алмасаңыз, 2-еуден бастаңызшы. 2 маңызды жұмыс, келесі күні 3 маңызды жұмыс деген сияқты. Маңызды жұмыс қана біздің өмірімізге өзгеріс әкеледі. Жедел жұмыс ол ешқашанда тоқтамайды. Біз азанда да, әбетте де, кешке де тамақ ішеміз. Күніге шомыламыз, күніге киімімізді жуамыз. Ол жедел жұмыс, ол бітпейді. Егер де сіздер тек жедел жұмыспен айналысып жүрсеңіздер, ойлап қаласыз, осы ғана өмірім мәнінде. Ол өзгеріс әкелмейді өміріңізге. Жедел жұмыстың бәрін делегировать етуге болады. Білесіздер ма? Важный жұмысты делегировать ете алмаймыз, оны өзіміз істейміз. Жедел жұмысты үйді біреуге жинатуға болады, тамақты біреуге жасатуға болады, дұрыс па? Жедел жұмыстар делегировать етуге болады. Ал важный жұмысты делегировать ете алмайсыз. Біреуге менің орныма кітап оқи салшы деуге бола ма? Болмайды ғой. Менің орныма барып 2 сағат жүгіріп кел деп айта алмаймыз, е? Осы жерде уақыт туралы бір әңгіме айтып берейін ба сіздерге? Есіме түсіп қалды сіздерге. Просто негізі сабаққа күшті келеді да.
Жасы 80-ге толыпты да бір апаның. Сонда ол үнемі налиды екен да жаңа Құдайға. Мен не жаздым саған, мені осынша бақытсыз жасайтындай, менің күйеуім де қайтыс болды, ұлым да қызым да қайтыс болды, немерелерім менімен хабарласпайды, мен жалғыздан жалғыз қалдым деп күніге налиды екен. Сонда бір күн Құдай айтыпты оған, сені ертең 24 сағатқа 35 жасыңа қайтарам депті. 24 сағатқа 35 жасыңдағы кезге 24 сағатыңды сүріп көресің депті. Сонда ол мүмкін ба, мүмкін емес па деп таң қалыпты. Сонда таң атқанда қараса, қолы жап-жас, 34 жастағыдай. Өзі сұп-сұлу айнаға қараса. Ас бөлмеде баласы мен қызының шулап атқан дауыс естіліпті. Қуанып барса, баласы мен қызы сол бір кішкентай кезіндегідей өздері ручкамен әр жерге сызып ойнап жүр дейді. Қуанышқан, соншалықты қуанғаны балдарын иіскесе не деген бақыт депті. Қараса күйеуі даладан жағы нан, қаймақ, завтрак алып кепті. Бұл әдемілеп блинчик пісіріп, балалармен бірге таңға ішіпті. Бір түйірде блинчик жей алмапты. Қараса, сонша жыл менің күйеуім жаман деп ойлаған. Күйеуі сондай сұлу дейді. Екі баласы сондай бір ғажап сәт дейді да, анау апа үшін. Бірақ ол 35 жасына қайтты. Содан өзінің мамасына звондапты, мамасы тірі екен, папасына звондапты. Мамасы айтты, бүгін келіңдер, мен сендерге күштілеп манты жасайын депті. Екі баласының күйеуін алып, мамасының үйіне барып, аналарын иіскеп, сол жерде болып, сол сәтті, соларды көріп, бір өзін тоқтата алмай, сондай бір ғажап, өзіне айтады дейді, не деген мен бақыттымын деп. Содан бәрі үйіне келіп, балдарының иісіне тоймай, сол күні ұйықтатып, 00:12-де қайтадан 80 жастағы апаға айналыпты. Сонда ол айтыпты, мені кешірші, мен қаншалықты уақыттың құнын білмегенмін, қаншалықты осы уақыттың құнын сезбегенмін, маған сен не деген бақытты бергенсің, не деген сондай бір ғажап сәттерді бергенсің, ал мен соның біреуін де сезінбеппін. Мен тек қана жасауым керек деп, бақытты болатын сәтті, бірге өткізетін уақытты, ешқайсының құнын білмеген екенмін депті. Түсінесіздер ма? Тура сол сияқты біздің де уақытымыз автопилотта өтіп жатыр. Байқайсыздар ма? Күніге жедел жұмысты жасаймыз. Күніге өтіп атқан уақыт. Байқайсыздар ма, байқамайсыздар ма? Кешіріңіз Айтолқын ханым. Осы әңгімеңізге байланысты мен бір тағы да мынау Робин Шармның «Монах, который продал Феррари» деген кітабы. Сонда Питер және сиқырлы шар дегенді оқып едіңіз? Иә, айта беріңіз. Міне сол әңгіме тура осы уақытқа байланысты. Сонда жаңағы Питер деген айтсам болады ма? Болады. Бала үйдің төңірегінде тақау жерде орман бар екен. Сол орманға барып серуендегенді жақсы көреді екен. Содан бір күні сол орманға келіп, көкшөптің үстіне шалқасынан жатып, ұйықтап жатады. Сол кезде көзі ұйықтап кетеді. Түсінде жасы 100-ден асқан, тек сүйегінде теріс қалып тұрған қолы әжім бір қария апа келеді де, оған қолына шар ұсынады. Шардың ортасынан алтын жіп шығып тұрады. Сосын деп айтады Питерға, мына шарды саған сыйға тартамын дейді. Бірақ балам дейді, егер де мына шардың ортасындағы алтын жіпті бір рет тартып қалсаң, минут секундқа айналып кетеді. Не болмаса сағатқа айналып кетеді. Жылдам өтеді деген сөз ғой. Сосын кейін сабақта отырған, түсінде сабақта отырғанын көріп, сабақта отырады да жаңағы жіпті бір тартқан кезде уже үйіне келеді. Сосын ойлайды, үйіне келгеннен кейін, мен осынша уақытын неменеге сабаққа өткіземін бостан-босқа. Ақыры менің уақытым осылай тез-тез өтетін болса, тезірек есейейін деп, балалық шақта елдің бәрі тезірек есейгісі келеді ғой. Сол кезде жіпті екінші сағат қатырақ тартып қалады. Тартқан кезде жас сымбатты жігіт бір қалыңдыққа үйленгелі жатыр. Соның қолын алғалы жатыр. Сол кезде айтады, мен ары қарай тағы да тезірек болғысы келсін дейді, жіпті тағы тартып қалады. Тағы тартып қалған кезде столдың басында 5-6 баласы бар, егде тартқан шешесі, әйелі де кішкене
бір талай жасқа келіп қалған, сөйтіп отырады. Сол кезде жіпті тағы да тартып қалған кезде қараса, анасы да жоқ, өмірден озып кеткен, жары да өмірде жоқ, озып кеткен. Балаларының бәрі ер жетіп, әрқайсысы өзімен өзі кеткен. Үйде жалғыз қалған ғой Питер. Сол кезде бір 80-нің ар жақ бер жағына қалған қария жасқа келеді. Сол кезде байқап отырса, есінде ештеңе қалмаған, бәрі өтіп кеткен. Сосын кейін уайымдай бастайды. Баяғы өтіп кеткен ештеңе есімде жоқ менде. Содан ақырын жылжып, жаңағы орманға қарай келеді ғой, таяғына сүйеніп, әрең келеді. Орманға келіп көңілға отырады, сол кезде шалқасынан жатып, ұйықтап кетеді. Ұйықтап кетсе, жаңағы өзіне шар сыйлаған қария тағы да келеді. Питер, қалай? Менің сыйлығым саған ұнады ма дейді. Сол кезде Питер тұрып айтады. Ұнады, ұнады, бірақ менің есімде ештеңе жоқ дейді. Жаңағы қалай жарыммен жақсы тұрғаным, бақытты сәттерім, балаларымның тәтті қылықтары, ештеңесі менің есімде қалмапты. Мен үшін ештеңе қызық емес дейді. Сол кезде айтады, саған бір тағы мүмкіндік берейін, ең соңғы мүмкіндік болсын дейді. Сол кезде Питер тұрып айтады, мені сол баяғы балалық шағыма қайтарыңызшы. Сол кезде қария оны балалық шағына қайтарып, ұйықтап жатқан жаңағы жерде, анасының Питер, тұр, сабаққа барасың деген даусынан оянады да, сол күннен бастап дейді Питер, әрбір сағатын, әрбір минутын, әрбір секундын құнын біле бастайды дейді да. Сол жаңағы әңгімеңізге байланысты мен оқығанымды айтып жатырмын да енді. Иә, рахмет. Әрбір адам осындай ләззат алу керек екен, әрбір минут, әрбір секундтан. Дұрыс айтып жатсыз, ләззат алу керек, сезіну керек соны, маңызды жұмыстарымыз жасап, мақсатымызға қарай жетіп, күніге қадам жасау керекпіз. Сол кезде ғана уақытымызды басқара аламыз. Так негізі уақыт тоқтамайды ғой. Біз туылған сәттен бастап, анау кететін жағымызға қарай жол жүріп жатырмыз ғой негізі. Білесіздер ме? Уақытымыз тоқтап қалып жатқан жоқ қой. Күніге біздің өміріміз, уақыт ол біздің өміріміз. Бүгінгі күн менің өмірім, сіздердің өмірлеріңіз. Қазір мен өмірімнің бір бөлшегінде сіздермен отырмын. Тура сол сияқты. Сол үшін маңызды жұмыстарыңыз көп болсын. Жарай ма? Уақытты жоспарлауда. Таблица Эйзенхауэр түсіндіңіздер ғой, иә? Түсіндік, тамаша. Солай уақыттарыңызды жоспарлаңыздар енді. 6 маңызды жұмыс міндетті түрде. Рахмет, Айнұр ханым. Тағы сұрақ болса, мен негізі сабақтың ақырында бір 5 минут сондай уақыт сұрақ жауапқа қалдырам. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен сіздерге жауап беруге дайынмын. Айтолқын ханым, көп рахмет. Менде мынандай сұрақ. Сіз өміріңізде қалай осы матрицаны өміріңізде қалай қолданасыз? Жұмысқа бір бөлек жасайсыз ба? Негізі сол практикада өмірде қалай қолдану керек? Өмірде 6 маңызды жұмысымды жасаймын мен постоянно. Срочный жұмысым үнемі бітпейді ғой менің. Менің таңғы 5-тен 7-ге дейін 2 сағат өзім уақытым. Мен балдарыма міндетті түрде, мен 2 ұлым өсіп кеткен, бірақ өсіп кетсе де мен уақыт арнаймын. Міндетті түрде. Тіпті кеш болса да 1 сағат, 1,5 сағат солардың уақыты. Міндетті түрде. Мен даже кетіп баратқанда да жазып жүремін. Мен айтамын, бүгін Нұрсұлтан, сенің уақытың кешкі сағат 7 саған арналған уақыт деп. Немесе Нұрсұлтан, бүгін сенің уақытың түстен кейінгі сағат 4 сенің уақытың. Менде уақыт бар, сенде уақыт бар ма? Мен күніге уақыт арнауға тырысамын. Біз ортақ тема, мен күніге айтыламын, осы теманы айтсақ бола ма? Сендерде осындай ма? Міндетті түрде. Отбасыма әрине уақыт арнаймын. Жұмысыма қатысты да, өзім дамуыма қатысты. Күніге мен азанда мысалға шагат етем, шагат еткен кезде менде постоянно Джо Диспенза қазір. 1 ай Джо Диспенза болам, 1 ай кім не болам, Джефф Безос болам. Әр кімді сол мен күніге таңым шагат етуім мен 2 маңызды жұмысым қатар жүреді. Мен тіпті жұмысқа бара жатқанда да маңызды жұмыстарым жасап жүремін. Бизнеске қатысты маңызды жұмысым. Барлық жедел жұмыстарым арасында бәрінде маңызды жұмысым жасалынады. Мен күніге кешке айтамын. Менің тетрадь, менің мынандай дәптерім бар. Жаңағы жетістікке апарар
жолдағы әрекет деген. Успешные мои действия деген да, сондайға күніге жазам. Қанша әрекетім болды менің? Получилось у меня или не получилось? Не жаздым, не істедім мен деген. Сондай, сіздерде де маңызды жұмыс болсын. Тек қана екі ұлым емес, менің бауырларым да бар, отбасымда. Ата енем бар деген сияқты. Соның бәріне күнде болмаса да, аптасында уақыт бөлуге тырысамын, потому что олар менің өмірімде маңызды. Тура сондай. Сіздерге де айтарым, арасында бәрін солай жүргізуге болады. Ақтолқын ханым, керемет сабақ болды. Мен бұл сабақты көп тыңдағам. Негізі важный, срочно деп орысшада да жаңағы Нұр Жұматаева айтқандай, Нұр Жұматай айтқандай. Шындап дегенде бүгін түсіндім. Үлкен рахмет. Өте прям жігі-жігісіне жеткізіп бердіңіз да. Енді мен де сізге бір не айта аласыз ба, жаңағы жетістікке апарар жол дегенде мысалы қалай түтіп отырасыз оны? Мысалы бүгін не жазасыз? Күндегі әрекетін жазам, күндегі әрекетін. Қанша әрекет жасадым мен мақсатыма баратын жолда? Қандай әрекеттер жасадым? Мысалы мен бүгін менде 2 әрекет болды. Мақсатыма апаратын жол. Бізде январь айына бізде глобальный бізде сондай жоспар бар, командалық. Бүгін мен соның 2-ін жасадым. Біреу администратормен кездестім, біреу басқа маркетологпен кездестім. Мен 2 жұмыс. Ертең тағы сондай. Күндіге сол қадамдарын жазып отырамын. Егер де бүгін менде маркетологпен кездесу болмай қалса, значит, ертең мен тағы сол жұмысқа қатысты біреуін қосып қоямын. Енді сіздер пока прокачать ету керексіздер ғой навыктарыңызды. Пока прокачайте сіздер, күніге 3 маңызды, 2 маңыздыдан. Кейін 5 қосасыз, 6 қосасыз, сол кезде айтасыз. Уже сізде срочный жұмыс қалмайды. Постоянно только важный мен айналысатын болып кетесіздер. Мен айтты дейсіздер, ол важныйды көбейткен сайын срочно азаяды. Болды ма, сұрақ жоқ па? Енді сіздерде четверг күні жұмыс болады, сабақ болады, четверг күні сабақ. Одан кейін жоспарлауды бастаймыз сол күні сіздермен. Жоспарлауды үйретем. Сосын командалық жұмыс, командада қалай өзімізді лидер жасаймыз, қалай лидер өсіреміз деген сабақтар басталады ары қарай. Жарай ма? Пока сіздерге бірінші алғашқы инструменттердің бәрі бітті. Қарсы пікір жабу бітті, жүз таныстар жазу бітті, бизнес кездесу, сосын сіздерге не айттым тағы да? Мен тарих, оның барлығы сіздерге новичок әкелетін инструменттер бітті. Енді лидерлік қабілет қалыптастырамыз сіздермен бірге. Бизнестеріңіз өте қызық, білесіздер ма? Осы бизнесте табысты болу үшін сіз главный рөлдесіз. Сіз мықты болғанда бизнесіңіз күшті болады. Сізден импульс тарайды. Айтолқын ханым, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Кеш жарық, Айгүл ханым. Біз аптасында 2 рет ауыстық па? Ауыстық деп отыр ғой қыздар. Онда 2 ретке ауысса, онда 1,5 сағаттан бола ма? Қалай болады соны айтып кетсеңіз? 1,5 сағаттан емес, 1 сағаттан бола берсін. 1 сағаттан бола берсін. Зато күні ұзарады. Бірақ ақпаратты 1,5 сағаттан болғанда бұл кісілер де шаршайды, уже 10:30 болады. Ұйқылары келеді, ақпарат қабылдамайды шындығына келгенде. 1 сағаттан бола берсін. Мүмкін сабағымыз дәл көбірек 2 апта ары бітерміз. Осы партнеры 2 күн, 2 рет 1 сағат нормально. 1 сағат жақсы, 1,5 сағат көп болып кетеді негізі шындығына келгенде. Потому что сіздер шаршайсыздар. Жақсы. Дұрыс болды өзіңіздің айтқаныңыз. Таңғы уақыт болса, егерде мысалы таңғы уақытта болса шаршамайды адам. Кешкі уақытта шаршайды. Өйткені басымызға ақпарат толып қалды ғой қазір. Таңғы 6-да шықсақ, біз 7:30-ға дейін шаршамаймыз. Ол кезде біз ақпаратқа миымыз тынып тұрады, тұнып қабылдай береміз, шаршамаймыз. Кешке шаршайсыздар. Таңға қойсаңыздар, таңға қоям десеңіздер, таңда шаршамайсыздар. Егер қойсаңыздар. Жоқ, таңғы ризық бар ғой, онымен араласпайтын шығармыз. Көбісі қазір соған кіреді ғой. Хорошо. Может, таңғы рызықты чуть-чуть как вот, таңғы рызықпен может поменять, что ли, как? Жоқ, осы бойынша қала берсін да, не қыласыз? Осылай болды.